Достар, осы неге қымбат бар ғой? Қазақстанда демалсақ, шетелмен бірдей ғой. Ол ақшаға шетелде барып демалып келуге болады. Балиге, Вьетнамға барып. Жаман қымбат. Мысалы, бір күнге кем дегенде 2 адамдық нормальный номер 70-80 теңге тұрады. Нормальный. Тұра алатын ше. Ал ол ақшаға сен Балиде, Вьетнамда тұрсаң болады. Ну деген бар. Мысалы, екеуін салыстыруға келмейді Қазақстан мен Балиде. Себебі Балиде ол жақта егер гостиница салатын болсаң, осындай пляжға демалыс орын салатын болсаң, сен 1 жыл бойы клиент қабылдай аласың. Мысалы, бізде қыс болса, оларда жаңбыр жауады, жаңбыр жауса да ояққа клиент келеді. Ал бізде ше гостиница саласың, кафе саласың, осылай не жақта. Проект қой, бірақ 3 айға ғана жұмыс етесің основном. Мен ойлаймын, сол үшін қымбат деп. Қанша ақша саласың да 3 ай ғана жұмыс істейсің. 3 айда соны ақтап алғың келеді, шығарып алғың келеді. Жалпы қалай дұрыс айттым ба? Мен сол үшін ойлаймын, Қазақстанда қымбат. Именно осындай пляжный отдықтар. Бір апта 10 күнге жататын болса. Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер. Не ойлайсыздар сіздер? Дұрыс айттым ба?